Даланың иісі. Сәкен Ризабекұлы. Ақпан аунап, аспанның алтын доңғалағының басар жолда алыстай түсіп, алтын Алтай тауының боз мұнар орап жатқан биігі. Ашыла, айқындала көрініп, байтақ дала жайма шуақтанып, мақта орамалдай жұмсақ самал, жанды да, жансыз да бар жаратылыс дүниесінің маңдайын сипап өтеді. Қалжасы жаққан әйелдей, жіпси терлеген күн шуақ аясы, діңі тарамдалып, нәл жүгіре бастаған тал терек тектес өсімдіктер, алапес аурудай теңбілденіп көрінген, сарбалақ пен жүзгені төбе шашындай үрпейіскен, төбе-төбе құмдар, жүні шала түскен илеген терідей аңыздарда, табиғатына қарай бірі жусап, бірі жайылып жүрген түліктер табын, қамсекті оқтын-оқтын, қоғалы гүлдерді шулаған жылқұстар, ұялы ағаштың басына жайылып өз думаны өзінде болып жатқан қарға, көк мойын ұзақтар, бәрі де дала сахнасында жарасымдылық тауып тұр. Наурыздың күнді жібітіп, көк тасты ерткен күн мен түнді теңеп, жаратылыс дүниесіне өз құдіретін көрсеткен ұлыс күні жыл басы есептелініп, тойланып жататын салтымыз ғой. Ата заманынан қанымызбен бірге ұрық қуалап, ұрпақ жалғап, ұлттық болмысымыздың бітімі, мәдениетіміздің мәйегі, экологиялық ортамен қатынасымыздың көпірі, жылаттап аман шыққан тән саулығымыздың, жан саулығымыздың куәсі болған қуанышты шақтарымыз. Күн мейіріне бөлінген жер көжедей көлкіп, бусанған даладан, дәрумен жусан, изен иісі бұрқырап, күлі жан иесін рақаттандырады. Дәл осы күні туған даламның шуағына шомылып, қоңыр топырағына аунап, бала дәуреннің елесі қалған айналайын, қасиетіңе бас, сол бір қараша ауылды аңсайсыңда тұрасың. Ол кезде ауылымыз ұлы ертістің жағасында жалши деп аталатын дөңес қыраттың үстінде болатын. Жылқының жалындай, сол шилі қыратта пойыз вагонындай бір-біріне тіркеліп орналасқан. Жатаған шым үйлерде 7-8 малшы отбасы көрші тұратынбыз. Ол жер берекенің де, мерекенің де майы қоңырсыған жұрт еді ғой. Әсіресе қыстан қысылып шыққан ауыл адамдар үшін наурыз айы туып, көп көже істеп, мәре-сәре болып, тобымен қыдырып көже ішетін кез естен көтеріліп көрген жоқ. Тіпті ойласам аузыма сол кезде ішкен көп көженің дәмі мұрныма иісі келеді. Көз алдымда бұлдыр елесі көлбеңдейді де тұрады. Көп көжені тілеу көже деп атайтын. Сол тілеу көже жасайтын күні ауыл адамдары таңмен таласа тұрып, жаңалау, таза киімдерін киіп далаға шығып, көршілер көп жыл көрмеген адамдай аман сәлем жасасып, жай келсе бір-бірімен құшақтасып, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс береке берсін деп тілек тілесіп жаңа көтеріліп келе жатқан күнге тәубе етуші еді ғой. Оларды періште емес, пенде ғой. Ит таласып, бала төбелесіп, әйел шаңқылдасып қалатын жағдайларда жоқ еместі. Оның бәрін дәстүрлік мереке мейрамдағы берекенің тәтті дәмі ұмыттырып, бір жолы жуып шайып кететін. Дәл осы ұлыстың ұлы күнінде де әрқандай адам бір-біріне болған ескі өкпе араздықтарын міндетті түрде кешіріп, төс соғыстырып, көрісіп, қайта татуласатын. Сол шағын бірнеше жанұя ауылымыздың тұрғындары біреу жылқышы болса, біреу сиыршы, біреу түйеші болатын. Сол қарапайым ауыл адамдар пәлендей бір мектеп оқымаса да, осы күнде ойласам, ұлтымыздың салт дәстүрінен тәрбие алып, дала тағылымын қабылдағандығы, мінез құлқы, үлгі өнегесі, зейін зердесі, даналығы мен даралығы, шешендігі мен тапқырлығы, ақыл ойы, сондай-ақ жаратушы мен жаратылысқа өзін қоршаған жанды, жансыз әлемге деген моральдық, нанымдық, этикалық көзқарастары жоғары болатын. Сол қарапайым, еңбекші ауыл адамдары ортасында өскендіктен, салт пен дәстүрдің не екендігін біліп өскендейміз. Халқымыздың рухани өзегі, мәдениетінің бастауы, тілінің шұрайлы болып қалыптасуы сол салт пен дәстүрдің қасиеті екендігінде екен ғой. Ол кезде, бұл кездегідей көп бөлмелі үй қайдам. Жалғыз ауызды шымыйдың жерге жайылған дастарханына ауыл боп сиып кетуші еді. Үлкендердің дастархан басында айтылатын әңгіме кеңестерінен көп нәрселерді ұғып алатынбыз. Осы күнге дейін бата беру дәстүрімізде қадыр дарысын, қадырың қияласын, қадыр қонсын деген сөз тіркесінің қарттарымыздың аузынан түспейтіндігін білеміз.
Олай болса Қыдыр ата мерекелердің рухани бейнесі. Мәселен, бұрын 22 наурызға қараған түні бүкіл халық Қыдыр атаның келуін күтеді дейтін салт бар. Халық санасында Қыдыр ата бүкіл халықтың қамқоры, өздеріне жақсылық әкелуші, бақыт, береке, өмір сыйлаушы қасиет иесі деп сезінген. Ол ұлыстың ұлы күні ел ішіне келіп, әр шаңыраққа бас сұғып бақыт бағыштайды деп қараған. Сондықтан әр отбасы Қыдыр атаның жолын күтіп, өздерінің жанын да тәнін де киер киім, ыдыс пен бұйымдарын таза ұстауға ерекше көңіл бөлген. Үйлерінің іші сыртын, қора қопсысын тазалап отырған. Тіпті құдық, бұлақ көзін ашып судың тазалығына, іркіліссіз ағуына дейін баса мән берген. Осы күні ағаш егіп өсімдікке су құйған. Сол кездегі біздің ауылда осы дәстүрлердің бәрі атқарылмаса да көп істеліп жататын. Шіркін, данышпан бабаларымыз тұрмыс тіршілігімізді салт дәстүрлермен нәрлеп, кісілік моральды қалыптастырумен бірге табиғат дүниесінің қыр-сырын барынша игеріп, онымен етене байланысымызды, қоршаған ортаны қорғауды, аялауды ұрпақ бойына сіңіріп кеткен екен ғой. Жаратушы шапағатын төккен. Ұлыстың ұлы күні жыл басы деп тілеу тілеп, қыстайғы соғымының шекесін асып, қарындағы майды бастап, көл көсір көп көже жасап, молшылық болсын, тоқшылық болсын деп жыл басын осылай бастайтын. Осы күні қара жердің көбесі көпсіп, аспан шайдай ашылып, көз жетпес таудың төбесі көрініп, өзен көлдер бусанып, топырақ иісі тұтанып, табиғат ана жаңа бір тіршілік иесін тұмсығынан сыпырып дүниеге әкелгендей. Дәл осы күні тілеу көже, көп көже істелуінің де толып жатқан қыры мен сыры бар болса керек. Халқымыз 7 санын киелі санап келгендіктен тілеу көжеге 7 түрлі дәмін қосылып жасалатын болған. Су, сүрленген ет, тұз, дән, қатық, құрт, май және басқа қолда бар дәмдерден де жасайды. Тұз астың дәмін келтіреді. Сүт немесе ақ құйғаны сүттей ұйып отырайық, көңіліміз ақ, таза болсын деген ұғым береді екен. Қосылған әр түрлі дәмнің өз рөлі бар. Бұл күні барлық адам наурыз көжені тойып ішу керек. Тойып ішкен адам жыл бойы тоқ жүреді, дені сау болады. Өмірімізге қуаныш, өзегімізге арқау болған 7 дәм. Ата-бабаларымыз 7 санын қастерлеп, бір қатар таным түсінгенмен, табиғат құбылыстарын, аспан денелермен заңды жүйелерді 7 санымен атайды. Қасиетті кітаптардың бірі Тауратта 7 саны 500 рет қайталанады екен. Салтымыз бен дәстүрімізде ғажайып 7 санымен аталатын кереметтер баршылық. 7 қат көк, 7 қарақшы жұлдызы, аптаның 7 күні, 7 жарғы заңы, 7 амал, 7 ата, 7 қазына дегендей. Ғылымға жүгінсек, заттардың қышқылдық сілтілік дәрежесін айыру сынағында 7 бейтарап қасиетке өкілдік өтеді. Заттардың қышқылдық сілтілік дәрежесін айыру сынағында 7 бейтарап қасиетке өкілдік етеді. Мысалы, тұнық судың pH мәні дәл 7 болады екен. Элементтердің шекті валенттілігі 7, атомдардың негізгі электрон қабаттарындағы саны да 7. Менделеев кестесінде қоршаған ортада ең көп кездесетін әрі тіршілік көзі болып табылатын заттардың негізгі құраушысы осы кестедегі 7-ші элемент азот. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй бар болғаны 7 нотаның жүйелі бірікпесі. Адам денесіндегі дене мен басты тұтастырып тұрған мойын омыртқаның саны да 7. Жас нәрестенің кіндігі 7 күннен кейін түседі. Қабірге қойған адамның денесі 7 күннен кейін бұзыла бастайды. Қайтыс болған адамның 7-сін береді. 7-ші ғасырда Аллах Мұхаммед пайғамбар арқылы адам баласына түскен Алланың сөзі 7 аяттан басталатын Құран кәрімге қарасақ, мынандай аяттарды кездестіруге болады. Теңселтпеу үшін жер жүзіне асқар тауларды орналастырды. Мүмкін сендер түзу жолмен жүрерсіңдер, және белгілер орналастырылды. Ал жұлдыздар мен олар сендерге жол тауып береді деп шындығында адасқанда бағдар бағытымызды анықтау үшін аспаннан темір қазық жұлдызын іздейміз. Себебі ол солтүстікті көрсетіп тұратын, қозғалмайтын әлемнің кіндігі. Сол темір қазық жұлдызында 7 қарақшы шоқ жұлдызы арқылы табамыз. Молекуланың өзі күрделі құрылым, олай болса қиял жетпес әлемде күрделі дүниелер, ашылмай жатқан тылсым құбылыстар баршылық. Әсерленіп те әспеттейтін жерім, қасиетті қазақ атам әр ғылымның бастау көзін байқап, ұрпақ жалғаған салт пен дәстүрімізге байлап, сана кеңістігімізге күндей жарқыратып кеткендігінде, бүгін қиял қанатына мініп арғы бергі дүниені бір аралап шыққандаймын.
дөңгеленген кеңістік аясынан шапағат нұры саулағандай дала жуасы бұрқыраған. Қасиетті қара мекеннің жел желпіген етегінен жеті дәмнің иісі аңқиды. Жанымның орталығы жүрегім туған жерімнің жаратылыс дүниесімен үндестік тауып бір сәт тылсым сезімге бөленіп аңырап тұрып қаппын. Иә, әз жүрген оқшайды, әз жүргенде қойғана білет деген сөз бар, дүркіреп өте шығат дейді. Қоңыр қыраттардан қой иісі аңқиды. Тағы да осы даладан сақалды құмдардың қияқ тілінен қобыз сарын үн жіңішкеріп келетті, құлақ түбінен үзіліп кетеді. Тобылғы төбелер көз алдында шыр айналып ұшып жүргендей болады, лезімде ғайып болады. Бірде алқалы топ ортасында қолында жетектеген кішкентай мен бар. Көрші үйден көже әкем кетіп бара жатады. Құлазу, сарлу, бәлкім сағыныш болар, бәрі жоқ. Тек қана қарағай қабығымен боялған тон иісі көкірегіме сіңіп кіріп, сағынышымды үдетеді. Дала біткен ұшып жүрген наурыз көк, бала біткен жем шашыңдар деп күбірлеймін. Бала кезімізде қолымызға қондырып алып, қалай көшем деп ойнайтын қызыл қоңыз қолыма кеп қона қалды. Бұл кішкентай қызыл қоңыздың да арқасында жеті жолағы бар. Мен оған сол бала кездегідей қалай көшем деп қайталай бердім. Жеті дәмнен құралған көженің иісі аңқиды. Шіркін, туған даланың иісі-ай.